Армысыздар қымбатты ханымдар және мырзалар, біздің бүгін Кентау қаламызда бірінші түсіріліп жатқан подкастымызды көруге қош келдіңіздер. Шамал бермен қарап жақындап отырыңыздар. Бізде енді бірінші подкастымыздың бірінші қадірлі қонақтары біздің Кентау қаламыздың VIP асабасы Нұртаза мырза келіп отыр. Ассалаумағалейкум. Уағыз айтуға келді ма деп қалмасын, жаңа аяқ асты келіп қалдық. Және де бізде екінші қонағымыз, бізде мектеп кезде бізді тишкомен төбелестіріп семен жассы деп талай таяқ жеткізген, таяқ жегізген бізге. Баяғыдан төбелестіру қомар. Біздің тауық төбелестіру. Абырай мырза келіп отыр. Ассалаумағалейкум, құрметті кентаулықтар. Өз бюджет болып жатыр, сосын андай бәріміз қобалжып жүріп отырмыз. Иә. Бізде енді бұл подкасттың мақсатын айтып кетейін сіздерге. Біздің Кентау қаламызда қаншама өнерпаздар бар, бастарынан қызықты сәттер өткен, немесе ыңғайсыз жағдайлар өткен, қаншама біздің қонақтарымыз, қаншама біздің өнер саласында жүрген әпкелеріміздің басынан өткен қызықты сәттері, немесе ыңғайсыз сәттері бар. Енді оны көрерменге айтсақ, өзіміздің кентаулықтар неге естімеске сол нәрселерді. Сондай мақсатта бүгінгі осы подкастымызды ұйымдастырып отырмыз. Бұл жерде подкастта шарты өтірік айтпау керек, яғни ойдан құрастырылған әңгімелер айтылмау керек. Ол біріншісі, екіншісі боқтауға болмайды. Болды, қалған кез келген нәрсені айта берсеңіздер болады. Ләббай. Ләббай. Бұл ауызға жоқ біз айналайын. Абырай, ол саған қатысты әңгіме екен. Болды шешесі. Енді бірінші рет өтіп жатқан подкаст болғаннан кейін, сіздер енді біздің подкастқа деген өздеріңіздің бір ойларыңызды, немесе бір идеяларыңыз болса, айтып отырсаңыздар да болады ол жайында. Әбеке? Алайын. 5-ші курсқа салайын дегенде. Тағы да қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы түс, қайырлы таң, кім қай уақытта көріп отыр. Жалпы осы арнаға тіркеліп, мұқият жаңа колокольчикті басып, барлық жақсы тілектеріңіз болса комментария жазып өтіңіздер. Осы Жандос бауырымыздың бастап атқан, ініміздің бастап атқан Кентаудың қызықты әңгімелері деген подкасттың ең алғашқы қонағы болғанымызға қуаныштымыз. Бірінші мен жақсы бір тілекпен бастағым келіп тұр. Алла өмірін ұзақ қылсын. Қызықты оқиғалар болсын, оқырманда тіркелген көп болсын деп тілекпен бастағымыз келіп тұр. Жалпы аманшылық болсын ағайын. Енді жаңа айтып қалды, шартын айтып қалды. Ыбырай, мен де айтайын деп едім да бұған. Тек шындықты айту керек бұл жерде. Иә. Өтірік айтпау керек. Өтірік вообще қосылмау керек. Өтірік вообще қосылмау керек. Жалпы негізі бұл подкаст былай ағайын. Мына өтсе өтті бүгінгі. Өтпесе бұдан кейін түсірмейді ол Жандос, короче. Дәл өйстіп айтқан. Нұреке бірінші бір ауылда подкаст түсірейік, сосын кейін өтіп атса ары қарай түсіреміз. Өтпей қайса қоя саламыз деп. Сол Қазақстанда күнделікті бәрін жасап атқан шаруасы. Bir түсіріп көре салайық. Атса атады, атпаса қояды деп. Сол енді атып кетсін деп тілеп жатыр Құдай қаласа. Тем более ертең жолға шығып бара жатырмыз, дұға жасаймыз. Бұйырса. Бір жақсы әдемі дүниелер Айтпақшы, шықсын деп. бізде осы 2-3 күннен кейін біздің Нұрекең бастаған өнер саласында жүрген топ, Құдай қаласа қасиетті мекенге жол тартып бара жатыр. Жол болсын деп қойыңыздар. Біраз өнердегі бауырларымызбен қажылыққа кетіп бара жатырмық умраға. Енді мына подкастқа оралайық. Шындықты айт деп жатыр. Абырай екеумізді бекер шақырмаған ғой, негізі Жандос кішкене ойластырған ғой бәрін. Ең алғашқы съемкаге осы Нұреке, Абырай екеуміз қатыссаңыздар деді да. Сол мақұл деді, біз келдік екеуміз. Сөйтіп жаңа не қызық айтамыз, Кентауда болған қызығымыз жоқ екен біздің вообще. Негізі андай ғой. Театрда ең ішінде жаңағындай қудыртып, әйтеуір бір бәрі қызыққа түсіп қала беретін Абырай екеуміз ғой негізі. Соны біліп шақырдық қой сол екеуіңізді. Иә, онда жақсылап бір отырып жайғасып алайық. Пістелеріңізді, супуларыңызды албаңыздар алдарыңызға. Ұзақ әңгіме, ұзақ. Мына әңгімелер тыңдап көріңіздер, мұқият тыңдаңыздар, иә. Жалпы мынандай болды ғой, қызық әңгіме болса қызықтан бастайық та. Ыбырай екеуміз Кентау шоу театрында жұмыс істегенбіз бірге. Содан мынандай бір қызық сәт болды екеумізде. Тойға шығамыз ғой, тойға. Әнуар звондайды ғой, чуға келсеңдер, ана бір тойда көріп сендер шақырып жатыр дейді, короче. Әнуар, мен өнердегі той саласында мен ұстазым деп жүремін. Бес саусақтағы шудағы. Сол звондайды, екеуміз чуға тойға шығамыз. Барамыз, свадьба, сол жақта железнодорожныйдың жаңағы ненің басшысы, енді білмеймін, лауазымды кісінің тойы болып жатыр. Сол баласы үйленіп жатыр, короче. Сөйтеміз Әнуар басқарып жатыр. Екеуміз мен выходқа шығатын кез келді, мен шығам. Әйелдің рөлі артынан мен күйеуім болып шығады. Сөйтеді, ары бері халықты күлдіреміз, халық мощный қабылдап жатыр. Четкий өтіп жатыр, халық гу-гу. И
шығамын да мен ойнап бітемін, ыбырай келеді да ары қарай ойнап халықпен ары қарай ойын жалғастырайық дейтін ойыны бар ғой жаңағы. Осы мысалы адамның атын айтады, бұл адамның атын айтады, сол адам алдына осыны қояды да, короче. Мысалы Жандос десе, осы Жандос па деп жауап бересің ғой, короче. Например. Нұртаза десе, осы Нұртаза ма деген сияқты. И шығады да, короче, Әнуар дейді. Жолдас қыз ғой жаңағы ойынға қатысып жатқан, үйленіп жатқан қыздың қасында жолдас қыз. Әнуар дейді, осы Әнуар ма дейді. Нұртаза дейді, осы Нұртаза ма дейді. И Райым дейді ғой, короче. Осы Райым ба дейді ғой. Халық күледі да. Ана қыздың беті қып-қызыл болып кетеді, короче. Халық өтіп жатыр. И мен шығам, есіктің аузына тұрмын. Ыбырай ойнап бітеді да, сразу тұрмай далаға шығып кетеді. Артынан бір 2-3 адам жүгіріп келеді да, менен сұрайды, короче. Жаңа жігіттер сендер ма, жаңа нөмірге шыққан жаңа жігіткан деп. И ойлаймын ғой жаңа, жыртты, короче, Ыбырай нөмірді сұрайды. Даже күнделікті тойдағыдай нөмірді жазып алайын деп жатыр, анау мынау деп. Қазір мен шақырып келем деп, өзімше жүгіріп барамын да машинаның қасына. Ыбырай, короче. Іште адамдар сұрап жатыр, короче. Қазір халық жақсы қабылдады ғой. Бағанта нормально айтайық келесі тойға деп. Сөйтеді ол, давай деп, алдыма түсіп алады бұл мен. Алдыма түсіп алады да келеді. Бауырым жа, сен ба, не болып шыққан, қошан болып шыққан дейді да. Бұл уже бірақ мұртын сүріп тастаған ғой, мұртын анау-мынауын сүріп тастаған, үстіне уже спортивкасын киіп алған. Бірақ түрі сол екен, танымай сәл андай болып тұрып отыр. Сен ба жаңа қошан болып шыққан дейді, сөйтсе ол. Иә деп, андай болып, күшті болып неғып жатыр да. Қаяқтың жігітсің бауырым дейді да, сөйтсе. Болады бір мақтанышпен айтасың ғой, бір Кентаудың тумасымын, осындай да таланттымын деген сияқты. Сондай бір мақтанышпен айтып тұр ғой бұл. Қаяқтың жігітсің деп еді. Негізі Кентаудікмін ғой, бірақ Алматыдан келіп тұрмын деп еді. Мойның нәжірінен ұстатты, короче. Бауырым дейді ғой. Сен кеп чудың қыздарын осыртып қоятын сен мықты шығарсың дейді, короче. Наным көзі сәл дәуиді ғой бүйтіп ше. Братан дейді ғой бүйтіп ше. Ана білесің ба, ұзатылып жатқан қыздың қасында, жаңағы үйленіп жатқан қыздың қасындағы қыз мен қарындасым екен білесің ба деді да. И тоқтап қалды да. Сен қазір сол Кентауға қайтып тығып жіберем деді да. Бұрышта тұрып алған ғой. Братан, кешіріңіз, сіздің қарындасыңыз екенін білмей қалдым деді. Өмірінде бірінші рет көріп тұр, танымайды ол адамшы. Сіздің қарындасыңыз екенін білмей қалдым, братан дейді да. Далаға бүйтеді еще анау. Кім еді? Кісі кеп, үлкен кісі кеп. Саған айтқаншы. Біріншіден деді, маған мына тойға қайттан кіруге бет жоқ деді ғой. Екіншіден, мына тойға мен бас құда болып келіп отырмын деді. Үшіншіден, анау одан кейін папасы кеп тұр ғой маған. Үшіншіден, сені осыртқан қыз мен қызым дейді. Ана ағасы бір ғой, әкесі кеп тұр ғой уже, әкесі уже бізді қарабет қылдың деп тұр ғой енді. Біз қарабет болдық, ішке кіре алмаймыз, осында ана енді қазір сен деді, ел жұрттың көзінше тіке тойханаға барасың да ана жерге, қыздан барып кешірім сұрайсың деді. Сосын кейін деді, бұл тірлік біткен жоқ деді. Келесің деді. Мына інілерім тұр деді. Осылар сендермен сөйлеседі деді, короче. И мыналар сендермен сөйлеседі дегенде қарап қалсам ше. Бейт қойған, 15 ба 20 бала тұр ғой. Болды аға деп, екеуміз қол ұстасып алып тойханаға кіріп мына есігінен шықтық та. Далаға қарай самаурын қоятын жақпен шықтық та, мәшинеге отырдық та. Негізі Әнуардың үйіне қонуға келгенбіз ғой. Сол от алдырғаннан Алматыдан бір-ақ шықтық қой, короче. Даттаво соткеге кім звондап жатса да жауап бермей, Алматыға кірген кезде, алло, әнеке, біз Алматыдамыз деді. Жоқ, мен отқан кей да, мысалы Алматыға дейін кеттік қой. Сенде алдына отырып алатындым ғой, артында жатқан кей кеткен ғой. Не айтады? Артында жатсың. Жоқ, мына екеуміздің жүрген жеріміздің қызығында бітпейді ғой, негізі ақыры подкаст қызық тыңдауға келдіңдер ғой. Бір күн дәл сөйтіп тойға шығып жатырық екеуміз. И тойханаға барып киінбей ақ қояйық. Үйден киініп шығып кете салайық дейміз ғой, короче. Әшейінде біз тойханаға барып киінетін адам білмеймін. Сол күні шайтан түртті ма, екеуміз давай сен қошан сразу боянып, бір тойларда айна болмай қалады, гримерді бос болмай қалады. И бұған айтамын, сразу мұртын жағып, и мына жерінде суреттері бар ғой жаңа, қошанның. Бір қатынның суреті, плюс бір жүрек, сосын шашын гелдеп, мұртын салып, бұл четкий болады. И мен де қатынның парикін киіп аламын, орамал, мына жерге арстанчик бар, киіп аласың, бюстгальтер, халатым бар, бәрін киіп алған. Мен кәдімгі полноценный қатын, мынау жаңағы қошан болып екеуміз машинаға отырамыз да, шығамыз да, қаладан баратын тойханамыз әжептәуір ұзақтау, 20 минут, жарты сағат баратын жер да. Шыққан кезде қарасақ, машинаға багы қызыл жанып тұр ғой.
примерно түсініп тұрған шығарсың. түсініп тұр ғой бір Қызыл жанып тұр. Заправка бензин құю керек та. Ол кезде жаңағындай ғой, Алматыда келіп тоқтайсың, ана ақшаны қолына бере салмайсың да, ішке барып кассаға төлеу керек болып тұр ғой. Екеуміз бір-бірімізге қараймыз да, мына қожам мен қатын. бүйтіп қояды ғой. Тек кіріп шықсай деймін ғой Ыбырайға. Кірсе сен шамалы еркексің ғой, мұртың бар. Кірсең кір, давай Сулифа. Давай онда Сулифа дегеніміз екеуміздің машинада отырып, екеуміз Сулифа істеп жатқан кезде дәл жанымызға бір мужик машинасымен келіп тоқтайды да, пистолетін салып жатыр да. Екеуміз ойлап жатсақ, бір мужик бүйтіп қарап қалды да. Деп қояды бір орыс ғой короче. Деп қояды да. Мен жартылай көрініп тұрмын ғой, шашым, бетімен қарап тұрған жоқпын, бірақ жартылай көріп тұр мен қатын екенін. Мынаның бетінен көрініп тұр да. Екеуміз Сулифа ойнап жатсақ, дәл заправканың жанында мужик деп қояды да бізге қарап. Қарақ балам бүйтеді. И мынау ұтылып қалады короче Сулифадан. Бар құй деймін ғой, бензин ақша беріп жіберемін қолына. Бір маған өткен жері короче ақшаны алып алады да. Ыбырай болып кете берсе болады ғой. Қошанның образымен кетті. Айна бар ғой іште. Жаңа Газпром бет. Сен ойма, ұмытып тұрмын, заправка ғой. Шиша ғой полный. Ішіне кірді да. Қошанның стойкасымен тұр ғой короче бүйтіп. Образдан шықпаған ғой. Былай қылып тұрады ғой. Қарап, жат көліп атын. Бір уақытта тұрсам, біреумен амандасады короче. Амандасып, екеуі ұзақ әңгімелесіп жатыр да короче. Ана Қошан бүйтіп тұрады бар ғой. Деп тұрады бар ғой. Анамен әңгімелеседі да. Деп бүйтіп тұрады да. Не істеп жатыр деп тұрмын ғой короче. Алматыда танитын адам жоқ. Бірақ та бензинді құйып келді да, іш жаққа келіп машинаға отырды да. Я-мая дейді да. Не болды десе? 15 жыл көрмеген класстасың, заправка не көргенсің ғой? Еще ана Қошанның кейімен дейді да. Ол да еп пашамайды дейді да. Қошан болып жүрсің, танып қойған же. Ыбырай дейді ғой. Бүйтіп қарап, Ыбырай деген ғой. Бұл да сырттан қарап, бүйтіп Қошанның кейімен қарап. Сосын бар, ары қарай шықтық қой, дәлше кетіп бара жатырық қой. Давай таксовать етеміз ба деді. Таксовать еткенде қалай? Адам алып кетіп бара жатқан жаққа попутка алып кетеміз ба? Для прикола, короче, ол кезде енді анандай нәрсе дамымаған ғой деймін бізде ше. Соткаға түсіріп қойып қойып, прямой эфир қойып қойып, адам мінгізіп, жаңағыдай істеп пранк жасау ондай болмаған ойда. Бірақ бізге түсірмегенбіз, бірақ екеуміз чисто пранк жасайық, жолдан бір адам мінгізіп алайық, такси болып дейміз ғой, короче. Давай дейді да, келсет, бір остановкаға келіп тоқтаймыз да. Енді дата бол құдай ше. Маған күлгем ғой жаңа 15 жыл болған классасын көріп қалай деген ғой. Келіп тоқтаймын да. Машинадан біреу келеді, такси ма дейді. Я дейді, оны отырып алған ғой сол жақ бетте. Я, қайқа барасыз дейді. Отырсаңшы деп қойды да, адресін сұрамайды, отырсаңшы дейді да. И мен қанша болады екен деп басын бүйтіп бұқты да, сөйтіп мен қарап. Қай жерге дейін барасың десем. Нұртаза, сен ба дейді. Алматыда миллион адам бар. Ол адамды көрмеген, мектеп бітірген көрмеген ғой менде. Баяғы класстасым ғой, короче, прикинь. Нұртаза, сен ба дегенше. Шашылып күліп өлеміз ғой, короче. Сонымен жалпы негізі екеуміз Қошан болып, жаңа Салима болып ойнап жүргенде біраз қызықтар өткен ғой негізі өмірде. Кейін енді кішкене тақия келгеннен кейін жай. Тақия келгенде де историялар бар негізі, жоқ емес. Имамдармен де историялар бар деп ше. Қандай болады ғой. Қызық болып жатыр ма жалпы? Күшті отыр. Мен өз ана сіздермен біраз екеуіңізбен жеке әңгімелеріңізді тыңдаймыз ғой енді отырыстарда неде. Ана күшті әңгіме айтасыздар ғой екеуіңіз ше. Сосын кейін еще Ыбыраймен болған деп көп нәрсе айтасыз. Ол кісі Нұртаза екеуміз ой театрда жүргенде өйткенбіз деген әңгімелер айтатын. Бірге баняға барған ондай. Сондай нәрселер айтқан екен, бұл екі кісіні қосып бір әңгіме айту керек екен. Екеуміз неге бармадық, қайқа бармадық бірге? Ыбырай екеуміз біраз жерге бардық. Тек енді умраға бару ғана қалды ау деймін, Ыбырай. Құдай қаласа. Ыбырай. Құдай қаласа. Ол жақта да бір қызықтау болар. Мынандай болады бір күні. Менің телефон даже көрсетсеңдер, телефон бересіңдер да. Жомарт інім бар ғой. Жомарт Тамада. Иә. Жомарт Тамада танисыздар ғой бәріңіз. Жома Кентау. Сол Жомарт Кентау менде Жомарт інім деп жазылып тұрды. Міне өзі кімді айтсаң сол звондаған екен ғой жаңа ғана. Короче, менде контакты қазір Жомарт дейін. Жомарт. Міне екеуі қатар тұр ғой, короче. Жомарт інім и Жомарт имам деген тұр да екеуі қатар. Иә, екеуі де имен жазған. Инім деп тұр, и сосын кейін имам деп тұр. Имам деп тұр ғой, короче, иә. Жомарт инім, Жомарт имам. Шаштараздан шығам. Пример түсініп тұрсың ғой, шатасып кеткен. Шаштараздан шығам да, қыл қыштық кетеді ғой басын.
қолыммен бүйтіп жатырмын, бір қолымда руль басын бүйтіп сотканы аламын да звондаймын. Жомарт інімге звондап жатырмын ғой. Жомарт інім дегенді басамын да, Альфред менде правый руль, сол жақ бетке биікте ғой, қойып қоямын да, дауысы нормально естіледі, бірақ телефонда бетінен көрініп тұрған жоқ қой, кіммен сөйлесіп жатқан. Бүйтіп қоямын да, гудок кетеді, бірақ та алло, ассалаумағалейкум дейді ғой. Уалейкум салам. Имам. Иә. Кешіріңіз, Қареке, айып етпеңіз, сондай бір жағдай болды. Егер көріп қалып жатсаңыз осы подкастты, сізге сөйтіп бір түсіп кеткенім бар ғой. Тағы бір кешірім сұрап қояйын. Негізі 200-лік емес қой, жігіттер 200-лікке жатпайды екен ол нәрсе. Мен кейін сұрадым ұстаздардан. Имамдардың қасында, мешітте бір басқаша болып қаласың ғой, шынымен өздеріңде де болатын жерде, көріп жатқандар болады ғой өмірде. Басқа өзің қудыртатын інілерің, бауырларың қасында қудыртасың, күлесің, басқа қаласың, әзілдейсің, басқаша адам боласың. Мешітке келіп қалсаң, или бір Құранда отырсаң, ұстаздармен отырып қалсаң, бір жинақы, бір мәдени адам болып қаласың. Ол ондай емес, ол мәдениет екен ғой, ол уважение екен, құрмет екен да ол. Біреулер оны мұнафиқ болмаса, жаңа 200 адам деп айтып қалуы мүмкін, ондай емес, қателеспеңіздер. Сұрастырдық оны. Сонымен Жомарт имамға кетіп қалған ғой, звонок. Дауысы сәл машина кетіп бара жатқан, айна кішкене ашық, қатты естіліп тұрған жоқ. Ассалаумағалейкум деді да енді. Оның алдында енді дем салдырамыз, басқа қаламыз, Құран жиын болады, сондайға шақырып тұрамыз. Ұстазбен де арасында телефонмен сөйлесіп тұратынымыз бар да. Сонымен Қарекең алло дегенде мен уағалейкум ассалам, қалайсыз Қареке деп сөйлесем обычно. Алло, ассалаумағалейкум дегенге Жомарт деп ойлап тұрмын ғой. Уағалейкум салам деймін ғой, сөйтсем. Я, Нұреке, келіңіз дейді. Нұреке болғанда қаяқтасың Жома деп қоямын ғой. Сонымен ол, короче. Нұреке, тыныштық па дейді. Тыныштық, пыныштығың қолда қаяқтасың, айтсай шашыңды плотно алып берейін сен, мен қазір шашыңды алдырып қойдым уже деймін ғой. Біз енді PlayStation ойнаған кезде кім ұтылып қалады, соның шашын алып жібереміз деген әңгіме бар еді ғой. Жомартпен PlayStation ойнап тұратын бар. Сенің плотно шашыңды алып берейін бүгін деймін ғой. Мен өзім алдырып шықтым деймін ғой. Нұреке, не деп ана Қарекең жауап бере алмай қалды да. Не болды, тілің шықпай қалыпты ғой деймін ғой. Сонымен алло деп тоқтап қалды. Шатастыңыз ау деді ғой бір уақытта. Рульде кетіп барады, ана телефон бүйтіп алып сөйлесе салайын десем, ана өзім шашымның қылын қағып қоятын бүйтіп. Қышты жатыр. Үйтіп тұрамын да. Нұреке, қателесіп звондап жібердіңіз ау деді. Сенің играң бар болсын деймін ғой. Жомарт ойнатып жатыр деп ойлап тұрмын ғой мен. Нұреке, қателесіп кетті ау десе. Играң бар болсын сенің. Мен слухым жоқ деп тұрсың ба деп әңгіме жіберіп жатырмын ғой. Сонымен, Жома, давай тез-тез кесей ана жерге, короче. Жаңа PlayStation үйін жүр ғой. Сораға кесей, плотно шашыңды алып жіберейін сен деймін ғой. Сен, Нұреке, сіз қателесіп звондап жатсыз ау бірдеңе деді. Деп что-то не то болып дауыс болып қалды да. Қарасам, Жомарт имам деген звондап жүрген. Сонымен тұрамын да. Қареке, кешіріңіз, Жомарт інім деген бар еді, сол екеуі подряд жазылып тұрған еді деп ақталып жатырмын ғой, көрсі. Болды, Нұреке ештеңе қылмайды деп, ол кісілер кез келген нәрсені дұрысынан қарайды ғой. Осындай дейді. Сонымен телефон қоямын да, Жомартқа звондаймын. Жомарт қаяқтасың баяқта. Мынандай қызық болды деп ше. Сонымен өмірде негізі любой нәрсеге көңіл салып, мұқият сөйтіп не алмасаң, кішкентай ғана нәрсе көп нәрсені өзгертіп жіберуі мүмкін ғой жалпы. Жалпы Ыбырай өзіңде не жаңалық отыр, айтып отыр әңгімеден. Менде де бір әңгіме бар да. Анау тек шындық деді бірақ. Қоспандар. Шындық қоспасыз. Енді ол кезде жаңа университет кезде ғой. Ол кезде факультет аралық КВМ болатын да ғой. Ол кезде бірінші курспын ғой. Нұрхат, күлкі базарында Нұрхат. Өзіміздің ағамыз, Қайсар, Нұрхат. Солар енді. Иә. Неғылып тартты КВН-ге шықсай болсын. Сол кезде жаңа Қошан дегенде шығып жатыр ғой енді. Қошан кім саласың? Бізде факультетке келген бәрі, өнерге келген бәрі әйтеуір бір Қошан болып келеді, бір Нұржан Төлендиев болып келеді. Сонымен айтып жатыр, мен Қошан сала аламын. Давай шығарайық. Сені сахнаның артына шығарайық, кәдімгідей. Болды. Сонымен шығамыз ғой. Факультет КВН басталды. Кәдімгі залды ше. Жардым. Обал не керек? Жарып, одан кейін барып ертесіне хитсің ғой. Кеше Қошан болған кім деп қыздар. Енді столовыйда бәріміз отырып, жаңа Нұрхат, Қайсар, мен бәріміз отырып қой. Сөйтсек бір деген бар. Жаңа Қайсар шай алып жатыр, қыздар келіп жатыр. Қайсар қалайсыңдар деп. Жақсы. Кеше Қошан болған бала кім десе, Нұрхат жай қарап. Па деп қояды ғой. Мен деп тұрып. Анарда қыздар бәрі сұрап жатыр ғой. Сөйтсе
жай шай ішіп отырып па не болды деп жай анарда бүйтіп қарағансың ғой. Сөйтсе қайсар ба аферист деп қояды ғой. Сондай қызықтар өткен. Шаштараз деп жатыр ғой. Сосын анау мен анау Көкшетауға бардым да. Ол кезде енді Көкшетауда шаштараздың бәрі не екен ғой, орыстар алады екен ғой. Орыс мен келіншегімен сол жақта келіншегіме айттым да. Орысша білесің ба? Шашты алу керек еді. Ой, білем деді. Сонымен жүріп кеттік дедім. Ол маған айттым да. Төбесін филировка дей ма, не дейді? Сондай, сосын андай қайшы бар ғой анда. Арасан. Шығартатын қайшы деп айтады ғой. Филировка дей ма? Филировка дей, сондай. Бізде шығартатын деп айтады. Шығартады дейді. Сондай қыласың, жамал бит көтеріп, нарасын тықырлатасың деп айтшы дедім да. Болды деді. Жүрім, смело айтты да, короче. Болды, онда біледі екен ғой деп. Кіргеннен, шаштаразға кіргеннен айтты ғой. Уже сорада бастадым ғой, мен уже. Қайтайық дедім ғой. Қатын келді тағына. Здрасте деді ғой. Здрасте, добре пожаловать. Это шаштараз деген. Это шаштараз. Орысшада Ақтаудамыз ғой, бір күні Ақтауда ше. Ақтауда квартира снимать етіп берген Мырзекең. Театрда жүріп гастрольмен. Сөйтеді да, короче, бәріміз жатсақ, квартираны сағат 12-де ма өткізу керек па, бірдеңе, короче. Біз уже бір болып қалған ба, сағат жатырық. Бізге машина келу керек, қойып кету керек. Оған шейін шықпаймыз. Ақтауда жатырық, квартирада сағат 1 болып қалған. Мырзекең звондамаған әлі. Есік тук-тук-тук. Сен бар, мен бар болып жатқан. Ыбырай кеткен ғой бір уақытта. Есікті ашып қалды да. Естіп жатырық қой енді бәрін. Коридорда есіктің аузына мынау барып тұр, ана жақта бір адам тұр, бәрін примерно түсіп тұр, біліп тұр, естіп тұр құлағымыздан. Бірақ басқа бөлмедеміз, көзімізбен көріп тұрған жоқпыз да. Үндемей қалды да мынау. Білдім ғой, бір орыс па біреу келгенше. Дауыс шықпай қалды, үндемей қалды да. Есікті ашты да, ол сөйлеген де жоқ. Ыбырайдың дауысы шығады ғой. Нұртаза! Сөйлешіге мен орыс кеп тұр дейді. Қашан болса да азынан анау бір біледі. Үйдің егесі болып тұр. Бізге естілмеген ғой, Ыбырайдың дауысы естіліпті. Тойға барам, тамам, даусым шықпайды, короче. Ұстазың Рахымжан дертіп аламын қасыма. Анау Түркістанда базарда істейтін келіншек та. Дауысы да андай характерді болады, бір еркекше кісілер болады, жігітше діріс айтатын ше. Сондай келіншек екен, тойға бардық. Өзі де бір нәрселер уайымдап, күндіз құдалығы болған, бірдеңе переживать етіп, бірдеңе көзі қызарыңқырап тұр екен. Давлением көтеріліп отыр, бірдеңе шердеңе анаған мынаған деп. Құдалықтағы система ғой, 6 мата ары, 7 мата жетпей қалды деген сияқты ема шығар. Давлениесі көтеріліп андай қылып тұр екен. Мен барам, естіп отырамын, бірақ жай сөйлеймін, тамам шықпай, қарылып бітіп қалған ғой, тамам, даусым шықпайды. Әпше қалайсыздар, тамам, кішкене ауырып шықпай тұр, 2 томат алып келдім, анау деп, мән берген жоқ бірінші. Бір кісілермен сөйлесіп отыр қасынан. Той басталды. Рәкең жіберемін ғой құдамды. Рахымжан Құлтасов деп шақырамын, ортаға шығады. Рәкең дикциясы бәрі четкий ғой, ән айтады. Бірақ андай нәрсе ғой, любой адамда, мысалы, жандос деді ма, сол тойында жандосты көргісі келеді, например. Рахымжан деді ма, Рахымжанды көргісі келеді. Бір тойларда болады, например, біреудің тойына да барасың ғой сен. Бірақ ол басқа біреуді шақырып тұрғаннан сен онша қабылдамай тұрады ғой. Дәл сондай болады ғой жерде. Мен шақырып тұрғаннан кейін Рахымжан шығып басқарып атады. Тойдың егесі кетті, маған айтады ғой, короче. Нұртаза, мен саған шақырдым ба, ақшаңды төледім ба? Как будто андай сияқтысың ғой, короче. Болады ғой, бір қыздарды жалдап алады, короче. Сондай сияқты ғой, короче. Ақшаңды төледім ба? Тамағың айырылып кетсе де өзің басқарасың деді, короче. Анадан кейін шықтым ортаға. Даусым нөл ғой. Ассалаумағалейкум ағайындар, деп дәл сол тойды дәл сөйтіп өткізіп бергенсің ғой, короче. Соңында ана тәтең әпшеңнің өзі көзі қызарды, давлениесі көтеріліп кеткен, білмеймін, расчет басқа біреу берді. Алып қайттық қой, короче. Бірақ сондай ситуациялар бар. Тамақ деген негізі қиын нәрсе ғой, негізі. Клиент небір клиенттерде де кездеседі ғой, негізі түсінбейді. Оған бүгін жолдас баламның тойына айтып жатқанымдай ғой. Рахымжан ағамыз, ой, бір выходқа шығасың ба? Ой, шығамын деді. Сіз тамадау шығып жатсыз. Ой, жоқ енді сол кездері ғой. Шығамын дедім. Болды, бір тосқа дайындал, құдаларға деді.
құдалар не бар болды жазып жаңа құдаларға сонымен багажда не бар соның бәрін жаттап бүйтіп барамын дағыны мінекей шықтық мінекей алқалаған әлеумет жалға дегендей ғой амандастым кірдім жаңағы біттім ғой жаттап алғандарым ше ана телевизор тұрады дың деп сондай болып қалды миым пш деп тұр ғой жоқ өзің тауып ал деп тұр. так мен не үшін шықты деп ойлап тұрсыздар қалдырбек бауырым тұрып қойшы кән оны неменеге тұрғызып жатырмын тұрды ол рахмет мен осыны жолдас боласың бір уақыттан кейін барып отыр деп қоямын ғой ал енді мынау бір топ құдалар шақырамыз мен құдам дегендер шықсын дейсің Жаңағылар шақырамыз. бір уақытта шықты ғой ана қайтып енді мен бір топ құда дегеннен кейін ешкім жақтырмай шығып келеді бүйтіп қаяқтан айттың десе ана туканың сөзі бар кім пенсиясы көп кім бірінші әй сондай бір күлдірем ба деген ой ғой кім пенсиясы көп кім бірінші сөйлейді деп едім бірақ ой не алмақшың пенсиясын болса тез спың ете алды я болды ана өзіміз жай бердім да рахымжан барасыз сол тойдан шықтым да Нұртаза қарамағасы неде той басқарған сол осының қасында отырсың барған жоқ болады тек жолдас балдар сөйлейді ау деген кезде бардым арасында тұрсың ғой сөйтіп сол әлі күнге дейін балдар күледі ғой дейді болды кім еді мұрат па еді бірінші тойға шығып мына ұл бала ұлымыздың деген Дарханда болған. ұл бала қызымыздың деген келіп шық негізі адамның мысы басады ғой халық бәрібір ше нені қалып қояды тойда ше содан кейін кім қай тамада еді бір тамадан естігенмін кешігіп келіп атамекенге жүгіріп келіп кешігіп келіп той адамдардың бәрі жиналып қойған баста деп жатқан кезде звондап музыкантына спискін дайындап тұра берші деп жүгіріп келіп тұрған музыканттың пульттің алдында тұрған спискісін алып шығып кетіп ортаға ассалаумағалейкум қараған ұрулар жазылып тұрған осындай қосаққу көлде жүрген бас қосыпты қош келіпсіздер пәленше ұлымызбен пәленше келініміздің кешімізге деп деген кезде халық обычно дейді ғой үндемейді дейді да халық бүйтіп қарап қалған ғой сонымен бұл да түсінген ғой не той екен жай артына қараса артында сүндет той ғой братан сүндет той ғой деп отыр сөйтсе кешегі қалып кеткен спискін ұстап шығып кетіп қалған короче мен соны естігемін ше ана негізі бұл подкастқа ше негізі ше келесі шақыратын айнұр әпшелерін шақырсаңдаршы айнұр әпшенің әңгімесі жетеді да боқтау болмайды деді ғой жоқ ол боқтамаса да біраз кісілерді короче неге ұрған ғой не дейді жаңа пранкқа ше түсірген ғой кісі негізі әңгімесі таусылмайды дұрыс айтып тұрмын ғой айнұр екінші келетін Бізде мынандай пранк болды. Пранк деген осы ілу деген нәрсені бір 2-3 ай бұрын бастадық біз ше. Бізде ана Дархан мен Алтын сарайда Зәкір деген ағай болатын еді. Қарауыл білесіздер ғой. Сол шал кісі жүретін қарауыл. Пәлен апай жылдан сол жерде қарауыл мен кішкентай кезімнен танимын ол кісіні. И сөйтіп біраз уақыт жоғалып кетті уже 4-5 жыл болды жұмыстан шығып кеткеніне. И өткенде бір тойға барсам сол кісі келген ғой. Сөйтем де Зәке қалайсыз келсеңізші суретке түсейік деймін да суретке түсемін да. Бізде ана Шоудуманың группасы бар. Сол ортаға жіберемін ғой. Сөйтіп Макс шығады ғой. Айттым ғой досым сенің әкең тірі деп дейді ғой. Біздің папаш кетіп қалған қайтыс болған ғой. Сөйтеді да жігіттер мен бүгіннен бастап әкем бар деп жазып жіберемін ғой бетше. И ана жерде өзімен өзі Нұрлыжан ілінеді ғой. Макске звондайды ғой. Қош братан не болып жатыр тыныштық па дейді ғой. Ананың әкесі келіп жатыр үйіне короче. Бір 2-3 күн болыпты короче осында тема болып жатыр екен дейді. Қош қақта болған сонда қайтыс болды деп өтірік айтқан ба сонда сондай болған екен. В общем не керек ілінеді ана. Адуши ілінеді. Сөйтеміз да ол маған звондайды. Достым мен айтып қойдым ертең ілініп қалып жүрме айтып қойып жүрме дейді. Болды деймін. Сонымен братан бір әңгімең бар сияқты ғой айтатын деп үй жаққа келді бір кезде. Жоқ кейін айтамын деп тема болып жатыр деп сөйтіп кетіп қалады кейін қайттан келеді. Жотам братан бір әңгімелесек та бір шай қылайық та бір әңгіме бар сияқты осы дейді. Ана еще суретті өшіріп тастадым ғой десе қателесіп жіберіп қойды ол негізі деген әңгімелер болған ғой. Сонымен не керек сол күнше сенген күнше қалды ол. Сөйтеміз кеше Қуаныштың тойы болады. Сөйтіп Қуаныштың тойына костюмшалар алуға неге барамыз? Алматыға баратын болдық. Нұрлыжан да алдық жаңағыдай. Әлі сеніп жүр арада уже бір апта өтіп кеткен. Кетіп баратырмыз. Братан өткенде естіп жатырмын мен ыңғайсыз шығар, бірақ әкеңіз келді деп жатыр. Сол не болды сол дейді ғой.
сонымен сондай жағдай болып жатыр. Еще білесің ба бұның папасы ше кәдімгі мынау қанша бәленбай жылқысы бар екен, осыны ошын жағдайын жасап тастаған кісі екен. Қойшып баратам уже кәдімгідей жағдай жасап алатын деп тұрсыздар ма енді? Неше отам келіп тұрам дей ма енді сіздермен дейді ғой ша. Тұрғанда мә сол мамаш көнбей жатыр, сол әзір сондай бір жағдайлар болып жатыр дейміз ғой. Дұрыс қой братан, негізі әкеңіз ғой келіп тұра берсін да. Ауыз саси деген сосын ұнамай қалды деген. Тұра берсін да, осындай деген әңгімелер айтады ғой. Сонымен қойшы кейін сөйлесеміз оны дейміз ғой. Сонымен әлі ілініп жүр ғой, қазіргі күнге шейін ілініп жүр ғой. Әкесі бар деп сөйтіп әлі жүр ғой. Ертең осыны көргеннен кейін может өзін ілінгенін сезетін шығар. Нұрлыжан уайымдамайсың, оған дейін айтып қоямын мен сені. Сөйтіп ілінген бар. Бір 3 ай болды ма қазір? Мысалы 2 айдың жүзі болды, 2 ай болды, әлі бері әкем бар деп жүр ол. Дальше ілейін ба оны ертең жолға кетіп баратқан кезде, умраға кетіп баратқанда дальше ілейін ба? Ана Жандостың папашкасы біздің бір жағын жездуға болып келгенше деп айта салайын ба? Ё-моё, біздің ана сестра бар еді, соның күйеуі болып шығады ғой. Жандостың папасы деген ғой, естің ба деп жай айтсам ілінейін деп тұр ғой. Бірақ Қазығұрт жақта тұрады екен, сол жақта жүріп тірліксіз деген екен деп тұр. Жібердік қой. Максимум бірімізге айтамыз да күлгіміз келіп отыр. Ана серьезно ортаға отырып алған. Екі машина дүниеге вообще қызықпайды, бірақ мал көп, түріне қарасаң дүниесі бар адам ұқсамайды деп іліп жіберу керек сияқты ғой. Андай қылып жетеміз. Сосын ақшаны андаймен жинаған екен, доллардан кейін тұратын бар ғой андай. Евро ғой братан, евро ғой дейді орда тұр. Сондаймен жинап тастаған екен ақшаларын. Базар жоқ братан. Сен орында онда араласатын, аралассай братан дейді ғой ортада тұрған. Сөйтіп сондай бір жағдай болған менде. Сол Нұрлжан ренжіме, просто сен ілгенбіз, сол Закир ағай сен танитын шығар деп ойладық. Вот сол. Бірақ түрлері никак келмейді екеуі. Вообще келмейді ғой. Сөйтіп Нұрлжан Закир сен Жандос. Иә. Сөйтіп сондай бітіреміз ау? Отырғанымызға да біраз болды. Біраз болып қалды ғой. Кейінге де қалдырайық. Бір пробный түсірейік деп көрдік жалпы. Дайынсыздық келдік. Бұл неде шындық айту керек дедің ғой. Шынымызды айтайық. Мен банядан келіп тұрмын. Жандос та жаңа банядан шыққанбыз. Біраз жігіттер бар. Сөйтіп біз ертең сапарға шығып барадық. Біраз шай қылдық, әңгіме қылдық. Содан осы жерде осындай нәрсе болып біз келіп қалғанымыз бар. Дайындықсыз келдік. Негізі бұл подкастқа келгенде де түртіп бір жоспарлап алатын нәрселер бар ғой негізі. Жоспарсыз келді. Чисто на ходу, чисто бастан өткен нәрсені айтып жатырмыз. Зато шын көңілден өзінің ойындағы нәрселерді айтып. Мысалы ретінде бір нәрсені жоспарлап келетін болсаң, оған әдемілеп бір нәрселерді қосамыз, осындай қылып айтамын деген сияқты. А бұл жерде дайындықсыз, зато әдемі шықты деп ойлаймын. Сондықтан сіздер де енді өздеріңіз реакция жіберіп қойыңыздар тағы. Келесі қонаққа Айнұр әпшені шақыр. Айнұр әпшені. Сіздер де айтып қойыңыздар. Кімді шақырамыз? Кім шақыр? Айнұр әпшенің именно той саласында Кентауға қатысты бар ғой, қырғын ғой короче. Біз бағана Кентауға қатысты айтайық деп жатыр ғой енді. Шынымен бір-екі ойланып еске түсіріп, Кентауда қай жерде қандай жағдай болды демесек, қазір 4 бала шаған әкесі, көп бала әке болып миымыз ашып қалды ғой. Қазір ана тірлік, мына тірлік шынымен өмір болған екен, арпалыс болады. Соны еске түсіріп болмасақ болмайды да. Кентау туралы жағдайды, может, екінші тағы бір съемка болса, Кентауға қатысты мына көшеде, мына кафеде мына жағдай болған деген сияқты айтуымыз мүмкін. Былайша Ыбырай екеуміздің бұл әлемде тек екеуміз деген әнді айтып, біраз жерді шарлап, біраз қызықтар өткен. Айтып бердік қой енді. Кентауға бірақ қатысты жаңағы Айнұр әпкені шақыру керек. Той саласында қырғын да ол кісінің. Енді бұйырса көпшілік сұрап жатса, екеуіңіз тағы да шақырамыз. Бұйырса ол кезде де енді тағы да бір күшті әңгімелеріңіз бар ғой жаңағындай. 52-де болған біраз Нұрекеңнің әңгімелері бар бір. Еске түсіріп кейін жайлап айтамыз енді. Бүгіндікке ұзақ болып кетіп тұр. Осымен әзірге тіске басар деп қабылдап қойыңыздар. Қызық болса да қызық болмаса да жалпы осындай уақыттар біз үшін қызық болған күндер өткен. Ол күндер біз үшін ұмытылмайды деген сияқты. Енді осы Алматыдан шығамыз. Алматы Приора деген кішкентай машина ғой. Соның ішінде мен, Әнуар, Нұрғали, Ыбырай, Береке, Тишко бар ғой. 6 адамбыз. 6 адам бір Приораның ішінде. Домбыра сыймайды ананың ішіне. Бірақ гитара сыймайды. Бірақ сол домбыра гитараны абалайық деп кім Береке, алайық, қойшы сыймайды деп домбыраны тастап, сумкілеріміз багажға сыйдырып, 6 адам Приораға сыйып, өзін бүйтіп кеткенбіз. Қарағандыға жетіп қалған кезде жолдан, короче, не көреміз ғой? Арқар көреміз ғой бірінші. Татабо жертамыз ғой кәдімгі. Арқарды қолмен ұстап аламыз деп ойлап жүрдік қой, қарасаңшы енді. Арқар жағалауда жүр екен да. Сен мына бетінен шық, мен мына бетінен шық деп бәрін жан-жақтан қолымызға тас ұстап алып, арқарға бола қалмызшы. Арқар битті ғой. Айналып круг болып қоршап тұр ек, арқар бит қарады да. Деді да.
тауға қарай фыр деп шығып кетті ғой же. Машинаға енді мінейін деп жатсақ, Тишконың көзі өткір ғой негізі. Ондай жерде. Деді. Қарасақ, ешкі лағымен қап кеткен ғой. Арамызда бір білгіштер шықты ғой. Домбыра симайт деп айтқан жігіттер барды ғой. Бір қарасақ, 6 адам, дәу ешкі, 2 лағымен кетіп барады Қарағандыда. Алдында қояны бар. Жолда не ілінген соны ұстап кете бергенбіз ғой. Түнде қоян ұстап алғанбыз ғой, жаңа машинаның фарымен. В общем, зоопарк болды ғой. Тишко бар ішінде, ешкі бар, қоян бар, короче. Кетіп барадық қой машинада. Қарағандыға бір ешкі, 2 лақ, қоян, 6 адам болып кіріп келдік қой. И ары қарай не болды десей? Қызық. Ары қарай уже бомба қызықтың бәрін келесі неге қалдырайық та. Иә. Келесі подкаст күтіңіздер. Қандай қызық не болды, ол ешкіні не істедіңіздер, қалай деген бәрін айтып береміз. Я бұйырса тағы да енді Құдай қаласа подкасттар болады. Сіздер енді лайк басып, комментарий жазып, жаңағындай бізді қолдап отырыңыздар. Бұйырса жақсы дүниелер шығарамыз. Бұйырса сіздерге де үлкен рахмет, келгендеріңізге үлкен рахмет. Жақсы. Астына комментарий болады деп, братан, не қылса келесіне де тақия шешпей саласың ал деп. Жақсы, рахмет. Аумин. Алла береке берсін. Алланың қалауымен аман есен сапарыңызға сәтті барып келейік. Осы Кентаудағы өнердегі бауырларымыз қанаттары шыңдалып биік самғай берсін. Құдай қаласа табысты болсын, жемісті болсын, ғұмырлы болсын, тұғырлы болсын, өрлі шүбірлі болсын. Рахмет. Жақсы.